Алекс, өткен сенбі күні сен Израиль Адесаниядан алғаш рет өз титулыңды қорғадың. Бірақ жекпе-жек сен күткендей болмады. Қазір өзіңді қалай сезінесің? Жекпе-жек туралы ойың қандай? Мен о баста жекпе-жекке дейінгі сұхбаттарда, баспасөз конференцияларында өз дайындығым туралы айтқан болатынмын. Алдыңғы жекпе-жекке қалай дайындалған болсам, бұл шайқасқа да сондай дайындықпен шықтым. Бірақ мен жекпе-жекке дейін 1-2 апта бұрын саусағымды жарақаттап алған болатынмын. Және бұл маған қатты кедергі жасады. Бірақ осы жолы мен Адесanya мен грэпплингта және оның кез келген тосын дайын болдым. Сондықтан мен 100% дайындықпен бұл жекпе-жекке өте сенімді түрде шықтым. Мен өзімнің қаншалықты мықты дайындалғанымды көрсете алдым. Стратегиялық дайындығымның арқасында бірінші, екінші раундта бәрі жақсы басталып еді. Жалпы жекпе-жек туралы ойым осы. Қазір интернет желісінде екеуіңнің қарсыластықтарыңда Адесanya өзінің мықты екенін дәлелдеді деп жатыр. Бұл туралы не айтасың? Жоқ, ол сол кеште ғана менен мықты болды. Егер мен белдікті иеленгеннен кейін оған реванш бермесем не болар еді? Онда мен мықты болып қала беретін едім. Білмеймін. Екеуміздің осыған дейінгі жекпе-жегіміз туралы айтатын болсақ, мен әрдайым одан мықты болдым. Иә, кейбір адамдар айтатын шығар, Адесanya бұл жекпе-жекте жеңіске жетіпті ғой деген сияқты. Бірақ мен де бұны қолдана аламын. Жекпе-жек барысында қарсыласыңнан әлдеқайда басым келе жатып, күтпеген жерден нокаутпен жеңіліп қаласың. Мен сияқты. Алдыңғы жекпе-жекте оның басынан да осындай жағдай өтті. Жеңіп келе жатты да, бірақ соңында жеңімпаз мен болдым. Дәл сол сияқты, бірақ бұл жол керісінше болды. Соңында Адесanya жеңді. Ол үшін бұл күн өте сәтті болды. Жекпе-жекті қайталап көрдің ба? Нокаутқа қалай түсіп қалдың? Бұл туралы не ойлайсың? Иә, қонақ үйде болған кезімде шайқасты көріп шықтым. Мен Гловер Тейшейрамен сөйлестім. Командамызбен бірге отырып, жекпе-жекте не болғанын талқыладық. Жекпе-жекті бақылауда ұстадым. Оған ауыр соққыларды арттым. Менің соққыларымнан қалай ауырсынғанын ол өзі де біледі. Жекпе-жекке дейін мен мұның бәрін жаттығуда өте жақсы дайындаған болатынмын. Сондықтан бәрі жақсы келе жатқан. Және октагонда ол ақырындап сасқалақтай бастаған еді. Адесанyaның мұның бәрі менің стратегиямда болды. Мен октагон шетіне қарай әдейі ығысып, оның қателескен сәтін ұстап алдым дегендеріне мен сенбеймін. Иә, ол сол кеште менен мықты болды. Ол өзінің бұрышқа қысылғанын сезіп, соққыларын лақтыра бастады. Сосын мен нокаутқа кеттім. Нокауттан кейін Адесanya сенің ұлыңды көпшілік арасынан тауып алып мазақ етті. Өйткені сенің ұлың 7 жыл бұрын Адесанyaның нокаутқа түскенін бейнелеген үшін. Бұл туралы не ойлайсың? Шынымды айтсам, білмеймін. Мен бұлай істемеген болар едім. Иә, мен өз баламмен ойнаймын, еркелетемін, кейде жынына тиемін. Бірақ ол Адесанyaға бөтен ғой. Изидің осыған дейін не ойлап жүргенін білмеймін. Ол мұның бәрін ішіне сақтап жүрген екен. Мен нокауттан кейін Адесанyaның көзінен қуанышты көрдім. Өйткені бұл оның арманы болатын. Және ол оған жетті. Бірақ біз сол кезде 5 жаста болған бала мен ересек адамды салыстырып отырмыз. Қазір балам 12-де. Жекпе-жекке дейін ұлыма басқа адамдардың ықпал ететінін байқадым. Тіпті одан сұхбаттар алып, кейбір журналистер өз трюгіңді қайталайсың ба деп сұраған болатын. Ал ол болса, иә, тағы да қайталаймын деп күліп жауап берген болатын. Ол әлі бала емес па? Мұның бәрі жай ғана ол үшін қызық қой. Алдыңғы жекпе-жекте мен оны нокаутқа жіберіп, белдігін тартып алған кезде, менің балам тағы да соны қайталағысы келген. Мен оған, ей, керек емес, олай жасама деп айтқан болатынмын. Сондықтан мен өзімнің не айтып, не істеп отырғанымды әбден түсінемін. Мен бұлай жасамас едім. Бірақ Изи осыдан жеңілдеп қалған болса, окей. Егер ол осылай ойлайтын болса, жақсы. Мен үшін одан ештеңке өзгермейді. Аударып дыбыстаған Төбелес KZ арнасы. Жазылыңыздар, достар.